Хамас террористер ақш Израильді қолдайды деп ақш президенті Джо Байденнің айтқан сөзін естіген шығарсыздар. Осы тұста интернетте ақш үкіметінің Израильге 8 миллиард доллар көлемінде әскери қаражат бөлуді мақұлдайтын көрсететін құжат тарап жатыр. ақш Израильге 8 миллиард доллар бергені рас па? Тексеріп көрдік. Сурет Facebook және басқа да әлеуметтік желіде тез тарап кеткен. 2023 жылғы 7 қазандағы Ақ үй құжатының суретінде Джо Байден Израильге көмектесу үшін қорғаныс министрлігіне қорғаныс тауарлары мен қызмет үшін 8 миллиард долларға дейін қолдануға рұқсат берген айтылған. Алайда бұл сурет фейк болып шықты. Яғни ақштың Израильге 8 миллиард доллар беру туралы шешімі өтірік. Мұны Reuters фактчекерлері хабарлады. Себебі фактчекерлер аталған құжатты Ақ үйдің сайтынан таба алмаған. Ал фото 2023 жылғы 25 шілдеде Украинаға 400 миллион доллар көлемінде көмек беру туралы меморандумның өзгертілген нұсқасы болып шықты. Яғни фото өңделген. Фактчекерлер осы мәселеге қатысты Ақ үйге сауал жолдаған, бірақ материал жарияланғанға дейін Ақ үйден ешқандай жауап келмеген.